мынандай бір сұрақты қойғым келіп тұр, тағы да кешірім сұраймын алдын ала, жауап бермеймін десеңіз қабылдаймын. Енді сіз маған келетін кезде мен де іздей бастадым жаңа дүниелерді. Енді бұны адамдар айтуы мүмкін, айтады енді өсек анау мынау деп, мен енді қауесет деп әдеби тілмен айтайын, иә. Тұрсынбектің басынан сковородкамен бір қойыпты деген әңгіме сондай да тарапты. Бұл рас па, жоқ әлде бұл да елдің ойынан шығарған дүние ма? Тіпті сол ауруханаға түскен бұл бір адамның фантазиясы ма, бұл әлде жоқ әлде шынымен ақ болды ма? Сіз өзіңіз қалай ойлайсыз? Мен білмеймін. Мүмкін арасында әйел адам қатты жынданып кеткен кезде, қатты жүрегіне тигенде, намысын таптағанда, мен енді білмеймін, соны өзіңіздің аузыңыздан естігім келіп тұр. Кеткен болатын. Уақыттың барлығын қарап айтуыма болатын еді. Қазір телефон бәрі жауып қойдық. Омскқа ма бір Ресейге кету керек болды. Ресей жаққа. Алматыдан сол Россияға бару керек болып отырған екен. Ол кезде Тұрсынбек үйде жоқ кез. Айтып отырмын ғой, соңғы 6-7 ай кәдімгі толықтай кетті. 6-7 ай емес, оның ажырасардың алдында. Сөйтіп араласпаймыз шынымен. Мен Алматыға бір өзімнің жобаларыммен жұмысқа келем, кино жұмыстарыммен. Ол күні Тұрсынбекті Алматыда жүрген естідім. Бірақ кездеспейміз. Мен Астанаға ұшып кетем. Жұмысым, былай болады. Мен 2 апта Алматыда болам. 2 апта Алматыда команда 9 деген жасөспірімдер сериал түсірдік. YouTube арнамызда тұр. Сөйтіп жұмыс бітті, ой деп жеңілдеп рахаттанып, түсірілім бар аяқталды сәтті. Сөйтіп командамызбен Астанаға ұшып келеміз. Астананы жақсы көремін, мен Астананы қатты сағынам. Рахаттанып, өзім ауылыма, үйіме жетіп, енді рахаттанып отқан уақытта SMS келеді, WhatsApp-тан хабарлама келеді, қайнағамнан Тұрсынбек құлап қапты деп. Ана жерде дірілдеп, не болды, не жағдай, түсінбей жатырмын, айтыңызшы анығын. Құлап қапты деп естідік, қазір реанимацияға алып кетті деді. Таңертең ғана Алматыдан ұшып келген адаммын, кешкі сағат 8-ге қайтадан Алматыға билет алдым. Анау Қалқаман деген ауданда, осындай аурухана бар деп адресін жазып жіберді. Әлеуметтік желіде шығып жатты. Тұрсынбек Қабатовтың денсаулығына байланысты жаңа Ресейдегі концерті кейінге қалдырылды деп. Анау әуежайдан құрбым қасыма қолдаушы болып бірге келіп, қазір состояние нашар болып тұр, қасында болайын деп. Дәрімді ішіп жатырмыз, жаңа өзін басатын 1,5 сағаттық ұшып келгенше уақытым 1 ғасырдай болды. Әрең жеттім, жол бойы жылап, еңіреп, ана әуежайдан Қалқаманға жетем дегенше уақыт өтпей қойды, пробка бар, мазам кетіп жатыр. Мен қазір көз алдында қандай жағдай болады. Дәрігер шығып, не айтады маған, қандай хабар береді деген қорқынышты оймен әрең жеттім жаңа ауруханаға. Әрең жеттім, кірдім, бірден анау елең ете қалды да, кино сияқты кіре берсек, кіріңіз, күтіп тұрғандай, қазір жұбайы кезін деп күтіп тұрады ғой. Бәрі біліп тұрған, ешқандай бір тіркеуге барып, құжат көрсетті, ондай жоқ. Кіріңіз, алып ұшып, анау ұзын дәлізден, анау лифтке жетем дегенше, қояр жағын бүйтіп бара жатырмын, қасында құрбым қолын ұстап алғам, қазір құлап қабатсам, қасында бол деп. Басым айналып жатыр, жүрегім соғып, жетеміз дегенше ұзын екен, үйтіп жеттік. Кіргеннен кейін дәрігер қабылдады. Анда жүріңіз, мында жүріңіз, 2 дәрігерге апардым. Мен білесіз ғой, алдына барам, не болып кетті мына жер деп. Маған Тұрсынбекті көзімен көру керек болды. Кірдік. Дәрігер осылай әңгімесін бастап, сізге қазір кіруге болмайды. Тез айтыңыз дедім. Тез айтыңыз, не болып қалды? Тез, мен истерика басталып жатыр ана жерде. Сіз кім боласыз? Анау деді да, сосын осындай ауырып қалды. Қазір операция жасадық. Жағдайы жақсы дегеннен кейін, дедім. Содан ана жаққа өте беріңіз деді. Бардық, көзімен көріңізші дедім. Жалындым, көзімен көрейінші. Мен толық көзімен көргеннен кейін ғана мен басылам. Сонымен реанимация жаққа өттік. Сізге кіруге болмайды деді. Мен көзбен көрім керекпін деп жалындым дәрігерге. Қазір мен қолымнан келгенше өткізіп көрейін сізді деді. Бірақ
қайтадан шығып рұқсат етілген жоқ. Мен қалай хабарлассам болады, мен видеозвонокпен де сөйлессем, мен көруім керекпін оның тірі екенін. Болды. Сөйтіп ана кісі жаны ашып кетті. Онда мен реанимация жаққа кірейін, сіз менің номерімді жазып алыңыз деп, дәрігердің контактісін алып, кәдімгі айтып отырмын ғой, не сияқты, кино сияқты. Мынадай қабырғаның бер жағында мен тұрмын. Сонымен ар жағында Тұрсынбек. Менде кейбір немде тұр, фото, видеолар бар. Сөйтіп екеуміз сөйлестік видеомен. Көңіл күйі бәрі реттелген, операция ота жасалған, басында ақ бинтпен орап тастаған. Сөйтіп айтты, кішкене еркелеп қалыппын деп. Әдемі жылы сөйлестік. Көптен бері сөйлеспегеніміз бар, кездеспегеніміз бар. Ал нақты қайда соқты, столға соқты ма, біреу ұрды ма, ол ақпаратты өзі де айтпайды. Білмейсіз. Мен жаңа ойлап отырмын да, инфаркт алдым екен енді. Құлап қалғанда енді адам түрлі жағдай болады ғой, қалай адам өзінен өзі құлайды, әлде басы айналып кетіп құлай ма деген сияқты. Сіз қалай білмейсіз, мен де солай білмеймін. Демек, біздің адамдар фантазер. Қалай солай шығарып алған, кім қалай шығарған? Больницадан шықты, үйге келді. Бас сүйегі жарылған болып тұр ғой сонда. Бірақ сіз білмейсіз неден жарылған. 100% домалақ баса, адамның басы 25%-ін алған ғой. Ашып, ота жасап, сөйтіп оның өзінің бас сүйегін қайтадан орналастырмайды екен. Сөйтіп Тұрсынбек үйге келген күледі ғой, бас сүйегіңізді аласыз ба десе, қой құрсын, не істеймін оны деп. Сөйтіп ана дәрігерлер біз бұны қойып сақтап қоямыз деп алып қапты. Пластик жабыстырған ба сонда? Пластик қояды. Не деп айтушы еді бір, арнайы өздерінің құралдары бар екен. Сонымен сіз білмейсіз, тағы да бұрынғы өтірігіңізге өтірік жамап отырған жоқсыз ғой, бұл жерде ашық айтып отырсыз, Қалай бар, солай айтып отырмын. Үйге келді, емделіп жүрді. Ол кезден кейін ауруханадан келді, үйге? Келді, Адам өзі, ер адам әсіресе өзіне кішкене басында күн туса, кішкене проблемасы өзінің әйелін іздейді. Ондай бар енді. Бірін өзім күлем ғой. Тұрсынбек, сен неге сондайсың деп. Енді өнер адамдары ауырмайды деген заңдылығы жоқ қой. Бұл да айтып отыр қой, енді өмірдегі танымал емес адам ауырса ешкім білмейді. Танымал адам ауырса барлық ел, көпшілік алаңдайды, талқылайды. Барлық адамдар, барлық жандарға сол күні денсаулығын тілеп, Тұрсынбектің амандығын тілеп жатқан адамдарға, жандарға рахмет айтқым келеді. Мен де дәл сіздердің жүректеріңіз қалай ауырды, мен де қиналып, өте бірінші ауыртпашылық біз отбасына келеді ғой. Ондай ауруға, жамандыққа қимайсың, қанша ренжіген адам болса да, мен Тұрсынбекке шын қатты тілекшімін. Оның ауырмауына, ғұмырының ұзақ болуына, өмірінде, өнерінде бәрінің жолы ашық болған. Өліп қалады деп қорықтыңыз ба сол кезде? Қорықтым. Әрине қорқасың, адамбыз ғой. Дәрігер айтты, сіз неге сонша жылайсыз? Мен 84-тегі анама күні кеше осында тура осы операция жасадық деді. Осы сөзі мені бірден көтермелеп, жеңілдетті. Ол екінің бірі жасап жатқан ота. Дәрігерлер сізге айтқан жоқ па, қандай себеппен түскенін? Сильный удар деді, Бірақ неден, қалай, соққы айтқан жоқ сізге? Соққын Тұрсынбектің өзі де айтпай тұр ғой. Сонда ақырына дейін соны да айтпай кетті ма сізге? 21 жыл отасқан жарына, балаларына ақыр айтпай кетті. Құлап қалдым деді. Бала шағамыз, олардың тойлары келе жатыр. Жақында бір замандастарымыздың тойы болды, осы 2-3 күн бұрын. Ұйқыдан оянам, таңертең онда шақыру билеті келеді. Бірден жылап жіберем ана жерде. Ол кісілердің тойы үшін қуаныштымын. Өзім үшін аянышты. Өзімді аяйым да. Нағыз бала шағаңның, менің үйлендіріп жатқанша, балаларын үйлендіріп жатқан менің құрдастарым 82-83 жыл бар. Бала шағамыздың
тағдырының отбасы құратын сәттермен айналысатын уақытта құдалық, үйлендіру деген әдемі енді қызығын әсер көретін беретін уақытта, иә? сәтте сондай дүниемен айналысатын уақыттың орнына біз қайтадан 20 жылға артқа кеттік. Әдемі өмірдің енді басталып жатқан сәтінің берекесін өз қолымызбен кәдімгідей сындырғандай балтамен шабады ғой, кәдімгі сындырады ғой. Әдемі тұрған, жарқырап тұрған шыныны қолмен сындырдық. Өз қолымызбен бұздық. Бәленбай неше жылғы еңбегіміз, неше жылғы осындай керемет, ғажап хрусталь ғой, мынаның барлық ұстап келген нәрсе, нәзік дүниемізді бір күнде сындырып шашып жібердік. Ол енді қайтадан жиналмайды, өкінішке орай. Қайтадан жиналмайды. Қарайсың ғой, бәрібір де адамбыз, пендеміз ғой. Қызығасын, балаларының тойларымен шауып жүгіріп жүретін уақыт келген уақытта әркім өзінің махаббатымен басын қатырып жүру деген ол тіпті бір ауыр дүние ғой. Өзінің жүрегіне ерік беріп, дұрыс шығар. Бірақ сонда да кішкене ақылға салуға болатын нәрсе еді ғой бұл деген өкініш. Қалай мен адамдар өзінің баласының тойына шауып жүргенде, мен қазір жан-жағыма қарап, менің тағдырым не болды? Мен ары қарай жүрегім қалай болады деп отырудың өзі жарайды, енді бұйырған нәрсесін көреміз ғой. Жалғыздық Құдайға ғана жарасады. Менің тағдырым не болады? Осы нәрсе де мені қинайды.